міне Байбор деген бай болған сол кісінің мына 80 жасқа жеткенше бала шағасы болмаған ол кісінің. Міне сөйтіп бұл кісілер бүкіл малдарын бәрін жинап, дүниесін бәрін жинап, Құдайдың жолында сарп қыламыз деп бұл кісілер жолға шығады. Бір перзент үшін. Сөйтіп бұл кісілер қырық әулиені аралайды. Сөйтіп Назирет Сұлтан Қожа Яссауи ағамыздың басына келеді. Сол жақта қожаларға ас берді дейді. Сөйтіп бәрі қожаға бір тоғыздықтан берді дейді. Міне сөйтіп бұл кісілер жаңа жолға шығып, мына созақ жақта Бабатүкті Шаш Азиз деген әулие жатыр. Ол кісінің енді әулиелігі өте керемет. Мына қазақ батырларының көбісін сол қожа Ахмет жаңағы Бабатүкті Шаш Азиз атамыз жебеген былайша айтқанда. Міне сөйтіп бұл кісілер жаңағы мына апамыз сөйтіп келіп жаңағы өзінің керуенмен келе жатқан кезде бір жыңғылдың арасынан өткенде бұл жаңағы апамыздың маңдайында жаңағы бір шеңгел қадалып, бұл кісі жаңағы бұл Құдайдың белгісі дейді. Біздің әжелеріміздің мына қазақ әйелдерінің бір кереметтігі әр нәрседен бір Құдайдың белгісін көретін болған. Міне біздің сондай болған керемет болған біздің әжелеріміз. Міне сөйтіп бұл Құдайдың белгісі деп сөйді түйесін керуенін шөгіп, жаңағы түйе шөгіп сол жерге. Сөйтіп бұл кісі жаңағы қалың ұйқыға кетеді. Сөйтсе жаңағы көк есек астында, ақ сәлдесі басында қолында таяғы бар. Ей бейшара мүгедек, сенен бізге не керек? Деп бұл кісіні түртіп оятады. Сен дейді, сенің тілегіңді дейді, біз Құдайдың алдына алты барып алты келдік дейді. Алтысында бос қайттық, жетісінде кеш қайттық дейді. Жетісінде кеш қайттық деген себебі сенің дұғаңды міне Құдайдың дарханына апарып, жетісінде қабыл қылмасаң жаңа кетпейміз деп жатып алдық дейді. Бұл Құдайдың достары, Құдайдың әулиелері сондай, Құдайға былайша айтқанда еркелейді. Яғни сіздің біреудің досыңызға ештеңе аямайсыз ғой. Досыңызға бәрі жағдай жасағыңыз келеді. Ол қаншама сізді қиындыққа қалдырса да оны бәрі кеше бересіз. Оны жақын тартасыз. Құдай да сондай. Құранда айтады, менің достарым деп айтады. Сөйтіп жаңа жеті барған кезде жаңағы сүйіншілеп қайтады бұл кісілер. Сен қуан дейді. Құдай сенің дұғаңды мына қырық әулиені қыдырдың дейді. Қыдырып жүрсің қырық әулиені. Міне сөйтіп Құдай сенің дұғаңды қабыл қылды, қуан дейді. Саған ұлың бір ұл бір қыз берді дейді. Ұлыңның аты Алпамыс, қызыңның аты Қарашаш дейді. Керемет, 80 жасында. 80 жасында. Бұл әулиелердің жаңағы жалпы адамдардың ақысына кіріп сол кісілердің жаңағы қам жейтін себебі сол. Әулиелердің жебейтіні, шарапат қылатын себебі сол. Біздің ата бабаларымыздың қай батырды алсаңыз да, қай ханды алсаңыз да, Абылайдың қасында бұқары болды деген сияқты. Көрдіңіз бе? Сөйтіп біздің ата бабаларымыздың әрқайсысы әулиенің батасын алмай, батыры болсын, ханы болсын, ешқандай шешім шығармаған. Ол әулиелердің кереметі сол.